Ертеден шыққан әлімнің баласы менікі деп мықты болса талас болады ғой, білесіздер ғой. Жаман жағы шықпаса не дейді? Нағашына тартқан дей салды. Сол сияқты нағашылар дайын болыңыздар, енді ренжіп қалмаңыздар. Бірақ айтып жатамыз ғой, Абылай ханды хан көтерген нағашылар, құлагерді құлын кезінде сыйға тартқан нағашылар, балуан шолақты балуан қылған нағашылар, қобыланды қобылан қылған нағашылар, гүлнәрді гүлнәр қылған нағашылар, нұрдәулетті нұрдәулет қылған нағашылар, нәзеркені нәзерке қылған нағашылар. Нағашылар аман болыңыздар, бір әуен бізден болсын. Ал дайын болып отыра беріңіздер енді. Қолымнан келгенше мақтадым нағашылар. Билеп шығыңыздар. Al жібер. Міне бір топ нағашы келіп отыр қарашы, олардағы қалмасын, көрімдігін тастасын. Осы тойда қуанып нағашылар шаттансын, көрімдігін әрқашан долларменен тастасын деп. Ал енді осындағы нағашылары Сако, Сако, және де Бектас Ұлжалғас Саражеди келіңіздер осы ортаға. Нағашылар, ал жібер көке, бір музыканы қойға, нағашылар шығайық енді ортаға билеп. Нағашылар! Әпке, қазанын бұрқыратып қайнататын әпке, құдаларды күтіп алатын әпке, құдаларды күтіп алып шығарып салатын әпке, құдалары қайтқан соң 5-6 пакетпен қайтатын әпке, жаңа әпкелер қадірлі ағайын. Бір қошемет соғып қояйық. Мен жақсы мақтадым енді, жаңағы екінші рет салып қойсаңыз болады. Бұл мақтау үшін теңге тұрады. 2-3 мың соны. Рахмет, болады Каспий болып. Қошемет соғып қояйық. Мына әпке аман болыңыз, мақұл ма? Бұл келген кезде күліп ойнап жүре беріңіз. Аға жеңгелер. Құрдастар дайын болыңыздар. Дайынсыздар ма құрдастар? Сіздерді шақырамыз, ортаға әдемелеп билеп келе берсеңіздер болады. Жіберіңіз Шыңғысхан көке. Құрдастарды қауымның ортаға шақырып алайықшы. Құрдастар. Құрдастары барсыздар ма? Достан бастаған Бақытгүл, Оразбай, Гүлзада, Асқар, Зейнегүл, Гүлбаршын, Клара, Ербол, және де Шайислам қойы, дұрыс оқыдым ба? Сонымен қатар Дәурен, Айгүл келіңіздер осы ортаға. Құрдастары, жіберіңіз көке, билеп. Ал құрдастар. Және де ағайындар қауымнан Рахымжан Айнұр, сіздер де келіңіздер. Көргенде сені ысылам жаным, не керек саған осының бәрін, өзіңше болып қимайсың мені, сен ойлайма, өсін алмадым. Осы екенсің, мен қызығып жүрсің, қызық болсаң да, ұлылардың жаным жүрсің өтерсің, қызық екенсің, Әли, Райса, Мағжан, Перизат, Нұралы дейді. Және де Нұр Ислам, Кәмшат, Ақбота, Нұр Жаусын, Үшай, Пүшай, Унис, сондай бәрі кейіндер, давай. Ал, 2-3 теңгілді салыңдар. Біз анау Молдавай атамым бар, Сахи атамым бар, Нұрлан атамның немерден атасаңдар шатасасыздар. Осы бәрі шығасаңдар деп айтайын бұл кісілерге. Аллаға шүкір бұл кісілер көп, қошемет соғып қойыңыздар. Билеп келіңіздер. Салдық па? Болды ма?
Ali sыңғыр еттей сал. Мырза болсын. Ал болдық қой, бәрі салдық. Енді біздің Нұрдәулеттің достары дейді, класстастасы біздің Аңсар бастаған. Аңсар кел енді айналайын. Аңсардан бастап, көке бір музыка болсын. Аңсар. Өзің ана, кесіп қапылар. Кел өзің. Рахмет. Рахмет. Ой, молодец, Аңсар. 5000 қошемет соғып қойыздар. Мені 1000 теңге салғаныңда 2 рет шақырам ба деп ойлап едім, 5000. Папаң 2000 салып етсем 5000 салдым, ұрза болдым саған. Папаңнан асып тұстың ғой сен кәдімгі. Ал енді Аңсар Мұхаммеджан. Мұха, кел. Мұхаммеджан. Рахмет. 2000 теңге салдым ғой, ұялмай. Аңсардан 5000-нан ят болуым ғой. Рахмет. Мұха самайсың ба екінші рет? Жоқ дейді, мен. Нариман бар ма? Нариман. Кел. Алматыдан келген Нариман. Рахмет. Жүріс суыт қой мұнағын шіркін. Көзді ашке, аяқта шүлек, намперикам күшті, молодец. Нұрбек. Бар ма? Нұрбек. Нұрбек жоқ дейді. Азамат. Барсың ба Азамат? Әй, жібер көке музыканы. Азамат кел. Рахмет. Рахмет. Азамат ана Нұрбектің орнына саңып кетсей, аласың ғой, көршің ғой бәрі. Міне жүрсің ғой қасынан. Нұржігіт. Бар ма Нұржігіт деген? Жоқ дейді. Кім дейді? Арыстан. Кел, қошемет соқпақ. Рахмет. Болды. Сен Нұрбектің орнына сен де жыланен жоқ, бар ма әлде? Мына Нұрбек, кел. Қошемет, мені болды. Рахмет, құрдастың бәрі аталма, ешкім қалмады ма? Аңсар, бәрі бітті ғой. Болды ағай, келінжан. Жібектің келін кім ашты? Жібектің бетін кім ашты, апа? Өшір. Жібектің бетін кім ашты, апа? Шыдасыңыз өте, бермейді екенсіз ешкім. Аны бермеңіз, кішкене өзінің ненесі ғой, бұлай. Бермейсіз, бұл бермеймін дейді, апам айтады. Берме, апа. Ақа, ана сияқтың бәрін шешіңіз. Апам ашқасы ақш жерсіз, ал, маған бер, Запа, маған бер. Мен енді бұлай істейшін, мынау орамалды осы балам үйленсін деп 30-ға келді, 35-ге келді дейтін кісі бар ма? Мен соған берейін. Кімге? Жоқ, одан үлкен бар ма? 30-35. Қанат, Әмин апке мәңіз. Жүрісті болсын. Аха. Рахмет. Аха. Тамаша. Рахмет. Мен күрішің 8-3-тен анау. Бүйтіп есептеп көріңіз, кейін айтасыз ғой. Ма екінші орамал кімге берейін? Екінші орамал бар ма? Тағы да бір 30-дан, 20, 25. Қаншада? Бала қанша? Айтайын да, бала қаншада? 31-де. Жаным, қанаттың бер әйт десең. Неқта 30 қанша? Ләтипа қаншасының? 35 ба? Ақке сізде возможность бар әлі. Неқта Ләтипаның көзі 35-ге келіп қапты ғой. Сіздікі 31. 4 жыл әлі уақыт бар Ләтипаға сізге. Ана қанатты кім бар уақыт қойсаңыз болады. Сатып алыңыз болмаса болады ғой. Болды, бәрін берілді, бәрін жасалды. Нұрдәулет, енді мен үйленген жігіт шақырайын. Кел, сапала құрып қояқ Нұрдәулетке. Рахмет. Тамаша. Ал енді қошемет соғып қояқ. Мұны қадырлаған біздің жастар, біздің мұны керемет бүгінгі басты елдер осы екі кісі. Нұрдәулет енді бақытты болуларыңызға біз тілектеспіз қадырлағай. Бізден жаңа айтып өттік қой. Жалпы бүгінгі осы ортамыздан орын алып, жақсы әйел өзінің күйеуін хан етеді, ханның әйелі болып өмір сүреді. Жаман әйел өзінің күйеуін құл етеді, құлдың әйелі болып өмір сүреді деген екен. Құдай қаласа Нәзерге Нұрдәулетте бауырымызды хан ет, ханның әйелі болып өмір сүрулеріңізге біз тілектеспіз қадірлі ағайын. Ал енді мен осы ортамызға анау Бауыржан атамыздан айтқан екен ғой, батыр деп кімді айтасың деген екен. Сонда біздің батыр Бауыржан атамыз айтқан екен, мен батыр деп осы атылып баратқан, үйленіп баратқан, кетіп баратқан қызды айтар едім деген екен. Батыр дейтін себебін танымайтын елге барады, сол елмен танысады, сол елді өсіреді, сол елді өсіре өндіре тұра,
сол елмен атыса біледі деген екен ағайын. Мен өзім бір қанша батыр болсам да танымайтын жерге барсам бір сағатта тұрмас едім деген екен. Біз енді батыр деп кімге айтайын? Назеркені айтуға болады. Өзінің жылы ұясын тастап, өзге елге келіп, осы Қобылан көкемнің шаңырағын көркейтем, осы елді өсірем, осы елге қара сөз келтірмеймін деп, міне ортамыздан орнын алып жатыр. Қадамы құтты болсын, бір қошемет соғып қойыңыздар. Міне аналар, апалар аман болыңыздар. Ал енді Нұрдәулет, сен армияға барған жоқсың, иә? Барған жоқсың. Енді сол армияға бармаған кесірмен бір-екі сұрақ қоям, ант қабылдайсың, болды. Ант. Ақылы? Бірақ мен антты жақсылап тыңдап тұр. Кейбір кісілер үйленеді да, шок болып не беріп жатқан өзі түсінбей қалады. Тыңда сөзіңді әдемелеп. Ақылы? Сұрақ. Тапқан табысыңның барлығын алып, үйдегі әкең мен шешеңнің қалтасына салмай, Назеркенің қалтасына салуға көреміз дейді, шабула құрып қойды, жоқ деп тұрған. Білмеймін. Ал Назерке, сізге сұрақ. Құдай қаласа үйдегі Қобылан көкемізбен Гүлнұр анамызға адал қызмет жасауға ант етемін. Қошемет соғып қояды, міне ант етемін. Ал Нұрдәулет, келесі сұрақ. Қолтық сүйеп тұрған екі жеңгеге осы бет ашардан кейін барып бір-бір қалат алып беруге Ант етемін. ертең жап-жаңа қалат киіп шығасың, Құдай қаласа. Ал келінжан, соңғы сұрақ, әдемелеп тыңдаңыз. Нұрдәулет ертең бай қуатты болып кетіп, шариғат бойында бір емес, екінші әйел алам десе, қошемет соғып қояды. Мейлі, бар болса да біреумен ақ бақыт болады. Ал ағайын, міне қыз киік дейді, ал жігіт қақпан шығар, қақпаны сол киікті қаққан шығар, ішінен ақын шыққан, батыр шыққан, әлі мейлі алталашқан мақтан шығар. Бүгінде Нұрдәулет үйленді деп, қыз біткеннің барлығы үйлерінде жыламсырап жатқан шығар. Қадірлі ағайын, жастардың өмірлері жайнасын, бақыттарында бұлбұлсыз сайрасын, бақыт келіп тұлпардың босағаларына байласын. Мейлі өмір қанша жерден қиындасын, тек маңдағы қара бұлт жиылмасын, жастардың шаңырағы шайқалмасын деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Ал енді бүгінгі кешіміздің батасын беріп, жастарға әдемі батаны беріп, кім әрине, Аңғұжықта өзіңіз шақырайын, келіңіз.